осы YouTube-ке тіркеліңіздер, бөлісіңіздер. Міндетті түрде бірнеше мәрте комментарий жазып, лайк басып, бөлісіп, таратып отырыңыздар. Жағымды жаңалық, сүйінші және сонымен бірге жалпы қазақ баласына бір сауаттық сабақ. Жұрттың бәріне белгілі, Қазақстанның билігі онда отырған, әр саланы ұстап отырған құзырлы мекеменің жауаптары анығында Американың админ басшысы Трамптан қорыққандықтарын көрсетіп алды, байқатып алды. Үреймен, қорқынышпен өмір сүріп отырғанын. Енді сөйтіп максимал деңгейде осы әлемнің ең жетекші елі, ең алпауыт елінің билігін қолына алған Трамптың қаһарына ұшырап қалмайық деп шошып отырғандығын қазақ билігі тағы бір мәрте көрсетіп байқатып алды. Оның бір дәлелі, Қытайдың қазақтары Қазақстанға келу үшін виза алу керек болады. Ал Қара Қытай визасыз келеді. Ол қазақ визадан бұрын алдымен паспортын кәмпескелеп тартып алған Қытай өкіметінің табалдырығын тоздырады. Бәленбай мекемеден қол қойғызады. Паспортын алу үшін тура кісі өлтірген құлыкердей болып, бәленбай кепіл қағаз жазып, түгенбай таңба бастырып, ең соңында түгенбай туысын кепілге қойып, ол туысын мемлекеттік мекемеде істейтін болып жүріп, әрең паспортын алады. Тіпті бізге хабарласып отырған адамдар, туыстары пәлесінен аулақ, сол Қазақстанға барып туысшылаймыз деп, консулагерде 1-2 жыл отырып шықтық, енді өзі әкеп бермесе паспортымызды алмаймыз деп отыр. Яғни Қытайдың қазағында бірінші паспорт жоқ. Екіншісі, басын қатерге тігіп отырып, паспортын сұрап Қазақстанға келейін деген қазақтарды Үрімжідегі Қазақстанның консулдық статусы жоқ консулы кеңірдектен қысып, оның алдында есепсіз қисапсыз кезек тұрды. Енді қараңдар, өткенде осы мәселені біз көтердік. Аты жөні белгісіз бір жігіт TikTok желісінде осыны салады. Ол видео қаңғып отырып, бірден бірге жіберіліп отырып, қазақстандық желіде салады. Әгі видеоны көріп, үстіне бір жазу, астына бір жазу жазып, міне Қазақстанға қазақ келе алмайды, Қытай визасыз келеді деп әгіні көтерді. Ол Фейсбукте бірдеңе 1000 мәрте бөлісіліп, бірдеңе 100 000 көрінді. Оны WhatsApp каналымызға, Telegram каналымызға, Instagram каналымызға салды. YouTube'дегі көргенде 100 000 адам көріп отыратын видеоларымызда желіде көрсетіп, міне Тоқаев билігінің қазаққа жаулығы, қастандығы, міне Қара Қытайды визасыз қаптатар, қазақ келе алмайды. Ал келетін қазақтың өзі Қытайдың фильтрінен өтеді. Барғаннан кейін тапсырма орындайтын. Қайда бардың, қайда тұрдың, туысың кім, көршің кім, балаң кім, немерең кім, мұғалімі кім, бүкіл контактты Қытайға беруге тиіс. Кәдімгі әрбір келген қазақты Қытай шпиондыққа мәжбүрлейді. Сөйтіп анау қиырдағы бала шағасына немесе туысына келген қазақ, оның көршілері кім, ол үйдің баласының мектептегі мұғалімі кім, директоры кім, қысқасы қайда барды, мешіттің имамы кім, доклад жазады. Қысқасы Қытайдағы қазақ Қытай билігі мен қазақ билігінің қос қақпақыл ойынына айналып, ортекеше ойыншық болып отыр. Енді осы жағдайды көтердік. Оны өткенде сұхбат жасады. Қытай консулагерінің тірі куәгері, Қытайдың қазақтарға жасаған фашистік, социалистік, коммунистік, жауыздық консулагерін дүниеге әшкерелеген екі батырымыз Нұрлан Көктөбайұлы мырза мен Дина Нұрдыбай ханым бізбен жасаған сұхбатында. Ғалым Рақжан, Бекзат Мақсұтхан және мен жасаған сұхбатымызда бұл мәселені қанша мәрте көтердік. Енді содан аяқ астынан арды емес, бері емес, осы ақпанның басы бастала сала Қазақстанның билігі мына Қытайда қазақтың қиналып жатқанын көрмейтін көзі соқыр билік, естімейтін құлағы таскерең билік. Көр соқыр биліктің көзі көре қап, таскерең биліктің құлағы ести қап. Оған ана Назарбаевты, Тоқаевты мақтап өлең жазып, Қытайда қазаққа еңбек етем деп сенетін Алтын Кебектің хаттары мен кездесулері себеп болды. Сонымен әлгі жылап сықтап жүрген 10 мыңдаған, 100 мыңдаған қазақтың енді Қазақстан жерінде, Қазақстанның облыстарында әлгілерге бір жылға көп мәрте виза беретін бола қалды. Енді ойлаңдар, Назарбаевтың кезінде 30 жылда 30 мың мәрте құбылған көші-қон саясаты. Бұл тура бет жоқ арсыз қатынның құбылып отырған құйқылжыған мінезі сияқты. Бірде көл, бірде шөл мінез. Мынау мемлекеттік сыйқы бар мемлекет бар. Біресе қиындатады, біресе тіркейді, біресе виза береді, біресе бермейді, біресе Үрімжіден қиындатып қояды. 2009 жылы, 2010 жылы осында тағы да мен көтергенмін.
Үрімшіде виза алды. Ол кезде жас қазақ, жас алаш, Азаттық радиосы бірге көтеріскен. Азаттықтан Сұлтанхан Аққұлұлы, жас қазақтан Тоқтар Жақаш, жас алаштан Дилара Иса мен хабарласып, бүкіл Қытайдағы Үрімшідегі консулдық статусы консулдың алдында қиналып тұрған кезекте 10 мың қазақтың мәселесін жүйелі түрде көтерді. Сол заманда видео арыз алды. Қолында жұдырықтай камера бар, Panasonic камера. Сол камераға жылатып зарлап отырған қазақтардың жаңағы арызын алып, видеосын телеарналарға жіберді. Сөйтіп, бұл мәселе дүниежүзі қазақтарының төртінші құрылтайында көтеріліп, ең соңында сол ана жердегі Қарақор Шендінің қол аяғы кісенделіп тұтқындалып, оның орнына жаңағы жақсы бір Кеңес Сәрсебай деген кісі бар, бір жылға көп мәрте виза шешілген. Жаңағы 10 мың қазақты бір жылда шешем деп еді, ең соңында 2-3 айда шешіп тастады. Енді сол кезде жеңілдеген виза артынан қайтадан неге қиындады? Сол кезде біз бір жылға көп мәрте қолға келдік. Оның бұлығын аштық. Және о жерде мен лекцияларымды айттым. Біз ол мәселені ақпаратта 1000 жерден шулатқанда шешілмей, ол мәселе созылып, шиеленісіп, 3 ай, 4 айға созылғанда, ең соңында оны қалай шешкенімді де айттым. Астанаға келдім. Астанада жаңағы алпауыт кәрі шалдар бар, Советтің коммунист КГБ шалдары бар. Бәрі бір бизнес ұстап алған. Бәрі шіренген, баладардың бәрі министрлік тұрды. Сол шалдарды шетінен шақырдым саунаға, ресторанға. Содан сол шалдарға айттым, Үрімшідегі консулдықтың бір жылда табатын табысы 20 миллион, бір айда табатын табысы 20 миллион доллар екен. Мына жерде Қытайдың бір туристік компаниясының бір күнде кіргізетін, чемоданмен сүйреп кіргізетін паспортының өзі мұнша болады. Оның табысы мұнша болады. Қытайларға 4000, 5000 долларға виза ашады, ұйғырларға 3000, 4000 долларға виза ашады. Қазаққа 1500-да 2500 долларға виза ашады. Міне сонда олар бір айда 20 миллион доллар заңсыз табыс тауып отыр деді. Сонда ана қорқау қасқырлар ана 20 миллионнан қағыс қаламыз ба деп ырылдасып, жырылдасып, ең соңында әгіні тұтқындатып, оның жаңағы арам тапқан табысы шетелге тыққан ақшасынан сол бөлісіп, сосын барып ымыраға келіп тоқтады. Сол жерде консулдықта отырған бір топ адам тұтқындалды. Оны шешкен тәсілімді де мен лекцияларымды айтқанмын. Енді қараш, оның артынан барып, біз сол бір жылға көп мәртені шешкеннен кейін, ол кезде Қазақстандағы ауытын кебек, артынан бір жыл ма, 1,5 жылдан кейін оның 3 жылға көп мәрте визағын өзгерткізген болатын. Қағазын жазып, Назарбаевты мақтап жүріп, өлеңін жазып жүріп, кітабын ұсынып жүріп, 3 жылға көп мәрте. Қане соны? Енді неге қиындап қалды? Енді неге өзгере қалды? Қайтадан неге Үрімшіде консулдың алдында қаптаған қазақ жылап еңіреп тұр? Олар әгі тегі Қытайлар сияқты визасыз келсе, оған азамат, оны ұзартайын десе болмайды. Қайтуы керек. Олар екінші Қытайдың бетін көргісі келмейтін қазақтар бар. Бір жолы тағылайды. Оны қинақ қойды. Неге құбыла береді? Неге жылау керек? Жылағаннан кейін неге аяқ астынан өзгертеді? Бұл жерде олар Қытайда қазаққа жаны ашып, немесе Алтын Мұқибектің бірнеше жазған хатын көріп ойбай деп, көр соқыр көздері көре қап, таскерен құлақтар ести қалған жоқ. Бұл жерде бұл билік біздің мына Трамптың Қытайға қарсы саясатынан пайдаланып, орайдан пайдаланып, мына Қытайда езгіде жатқан қазақтың тақырыбын қайтадан 17-18 жылғы сияқты көтереміз. Сөйтіп мына Қытай құл, Қытайдың тапсырмасын орындап отырған Қытай құл Тоқаевтың кеңірдегінен қыстырамыз. Мына ызақор адуын, мына қасқыршыл, мына Трамптың анти-қытайлық саясатынан пайдаланамыз деген үндеуімізден бұлар бұтына жіберіп қойды. Қысқасы дамбалдар дымданып кетті. Сасып та кеткен болуы мүмкін. Сөйтті де бұлар енді ойбай деп ана Қытайдағы Үрімшідегі қиналған қазақтың мәселесін шеше қалайық. Жандары ашығыш болса, осыдан бұрын қайда қалды.